Барлықтарыңызға сәлем. Мен Нұр-Сұлтан қаласы Сырбай Мәуленова атындағы номер 37-ші мектеп-лицейінің 6-шы Д сынып оқушысымын. Есімім Құрбанбай Балымет. Мен Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арнап, Ақын Абайдың «Ғылым таппай мақтанба» атты өлеңін сіздерге арнаймын. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз, тілеуің, өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер, мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз. Талап, еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой, 5 асыл іс көнсеңіз. Жамандық көрсең нәпрә тілі, суытып көңіл тыйсаңыз, жақсылық көрсең ғибрат тілі, оны ойға жисаңыз. Ғалым болмай немене, балалықты қисаңыз, болмасаңда ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз, ондай болмақ қайда деп, айтпа ғылым сүйсеңіз. Сізге ғылым кім берер, жанбай жатып сөнсеңіз. Дүниеде өзі, малда өзі, ғылымға көңіл берсеңіз, білгендердің сөзіне махаббатпен ерсеңіз.